Екі әтеш. Ертеде бір кемпір шалдың құс дегенде асырап отырған екі әтеші бар екен. Қолдарына түскен жемдерін соларға беріп бағып-қағыпты. Күндердің бір күнінде кемпір құсына жем шашады. Қарындары ашқан әтештер дүрсе қоя береді. Әрқашан бірге жүрген досынан шұбар әтеш жемді қызғанып, шекесінен одырая қарайды. Шіркін, мынаның бәрін жалғыз өзім жеп, тыңғия бір тойсам-ау дейді. Де шұбар әтеш қасындағы сүр әтешті қайта-қайта шоқып, жемрегізбейді де мазасын алады. Сүр әтеш бір рет елемеген сиді, екінші рет абайламаған болады. Тіпті қоймаған соң ақырында ызаланып, ол да шұбар әтешті шоқып алады. Осыдан соң екі әтеш жүндері үрпиісіп, бірі-бірімен төбелесіп кетеді. Екеуінің де үсті-басы жұлым-жұлым болады. Бұлар өйстіп қызыл шеке болып жатқанда көршінің шібейлері келіп, жемді түгін қалдырмай жеп кетеді. Достар, әтештер сияқты төбелесуші болмаңдар.